Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын бананнан пирог дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасаңыздар, балаларыңыздың көңілінен шығатын өте дәмді, ауызда еритін болып дайындалынады. Өте әрі оңай. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды алып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін 100 грамм құмшекерімізді салып, тағы да құмшекеріміз толықтай араласып болғанша, езілгенше араластырамыз. Одан кейін сұйық майымызды, барлық рецептерді қанша граммнан қосқанымды мөлшерлерін бәрін описанияға қалдыратын боламын. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сүтімізді құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін ұнымызды осылай електен өткізетін боламыз. Ұнымызға разрыхлитель қосуды ұмытпаңыздар міндетті түрде. Сонда пирогымыз жақсылап көтерілетін болады. Осылай барлығын електен өткіземіз. Содан кейін біркелкі массаға енгенше ұнымызды асықпай отырып араластыратын боламыз. Толықтай міне массамыз біркелкі сұйық, өте қатты қою да емес, өте қатты сұйық та емес, біркелкі массада болып келеді. Содан кейін табамызды осылай маймен майлап, бетіне бір ас қасық қант салып, осылай тегістеп аламыз. Одан кейін банандарымызды турап салатын боламыз. Осылай турап бетіне салғаннан кейін барлығын біркелкі тегістейміз. Енді дайын болған массамызды жаңағы бетіне құйып шығамыз. Толықтай құйып шыққаннан кейін 180 градусқа 30 минутта пісіретін боламыз. Мінекей дәл осылай алтын түстес болып, әп-әдемі болып пісті пирогымыз. Кескенде де өте жұмсақ болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.